Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен күнделікті өзімнің балаларға пісіріп беріп жүрген бауырсағыммен бөліскім келіп отыр. Сіздерге ұнап жатса, жасап көріңіздер деп айтқым келеді. Ол үшін ең алдымен бізге ұн қажет болады. Және де кішкене қасықтың 1/3 бөлігіне тұз салып, одан кейін яғни дрожжымызды саламыз. Жақсылап құрғақ қоспаларымызды араластырып алатын боламыз. Және де бізге осындай күнбағыс майынан кішкене ғана қосатын боламыз, көз мөлшерімен, яғни кішкене қасықпен 2 қасық болатындай етіп. Және де жақсылап араластырып алмас бұрын мен осы жерде айта кететіні, қайнаған су құямын, яғни жаңа ғана қайнап тұрған суымызды аз-аздан құйып, жақсылап қасықпен әуелі араластырып аламыз. Және де сәл араласып болғаннан кейін қолымызбен жақсылап илеп аламыз. Яғни бұл жерде ыстық суымызды аз-аздан құйып отыратын боламыз. Достар, мінекей қамырымыз өте жұмсақ, және де иіні қанғанша жақсылап илеп алатын боламыз. Яғни ыстық суда иленгеннен кейін өте жұмсақ болады. Яғни терезенің алдында күн түсіп тұрғаннан кейін мен осы жерге қойдым. 1 сағаттың ішінде менде көтерілді. Сіздер егер қайта-қайта көтеріп, қайтарып илеп тұрсаңыздар болады. Және де осылай жайып алып, ортасынан сәл кесіп, осылай қуыратын боламыз. Яғни табамыз қызып тұру қажет. Майымыз да жақсы қызып тұрса, майын денесіне сорып алмайды бауырсағымыз. Және де осылай айналдыра отырып қуыратын болсақ, шамалы бауырсағымызға көлем беретін болады. Мінекей достар, егер сіздерге ұнап жататын болса, дәл осы рецептпен пісіріп көрсеңіздер болады. Дәмі өте керемет. Мен күнделікті балаларға осылай пісіріп беремін. Өте жұмсақ. Маған тіркеліп, лайк басып қойыңыздар, комментарий жазып отырыңыздар дегім келеді. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға үлкен рахмет.